Қайырлы күн баршаңызға. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай санаулы минуттарда ғана тез дайын болатын таңғы асқа сүзбелі печенье дайындаймын. Олай болса менімен видеоны соңына дейін қарайық. Ол үшін бізге алдыменен сүзбе қажет болады. Бір келкі шығу үшін блендермен езіп алсаңыз болады, немесе мен сияқты ситадан өткізіп алсаңыз да болады. Сүзбенің үстінен шым-шым тұз, бір дана жұмыртқа, қант, ұнтақ жармасы, ұн, ванилин және қопсытқыш салып, барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Ұнтақ жармасының орнына крахмал қолдансаңыз да болады. Осылай барлығын бір келкі болғанша араластырып біріктіріп алатын боламыз. Арасына алма турап немесе кепкен жемістер қоссаңыздар да өте дәмді шығатын болады. Мен еш нәрсе қоспай дәл осылай ғана жасаймын. Енді видеодағыдай дөңгелекше пішінге келтіріп, қант және корица араластырып, осылай екі жағын малып алатын боламын. Егер корицаны ұнатпайтын болсаңыздар, жай ғана қант немесе кокос қырындысын сепсеңіздер де болады. Өзіңізге ұнаған кез келген пішінде бола береді. Мен дәл осылай қойдым. Барлығын жасап, алдын ала қызып тұрған пешімізге 150 градуста 15-20 минутта беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Печеньелеріміз тез-ақ дайын болды. Жұп-жұмсақ өте дәмді шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Дәмді әрі өте тойымды шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік.